Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге Маруана Хамза қызының «Қайран әкем» атты кітабынан «Үрейімнің үш ұшқаны, әкемнің естеліктері» деген әңгімесінен үзінді оқып беремін. Қазақ тілді контентті қолдап каналыма жазылыңыздар. Үрейімнің үш ұшқаны, әкемнің естеліктері. Ашаршылық жылы, ел аш, шетінен қырылып жатыр. Бұл Голошокиннің қазаққа жасаған реформаларының қасіреті. Ел іші үрейге толы. Адам жепті дегенде естісек те көзімізбен көрмегенбіз. Сол күндері аш құрсақ балалар тентіреп ауылдан тамақ іздейміз. Бірақ бір ауылдың екінші ауылдан артықшылығы шамалы. Ауылдағы күйім мәз болмаған соң, күндердің күні жаяулап Алматыға жол түзедім. Түнде бір бұтаның түбінде жатып қондым. Түсіме әкем мен ағаларым кірді. Бір ордың ар жағында тұр. Ордың бер жағы тікенек сым темірмен қоршалған екен. Маған күле сөйлеп: «Қамза, келе ғой, бері!» деп қолдарын бұлғап шақырады. Ұлдың ең кішісі болғандықтан әкем марқұм мені қатты еркелететін, қасынан тастамайтын. Соған арай өзім де ерке шолжаң болып өстім. Егерде әкем мені бір жерге алмай кетсе, ызаланып, тіпті пісіп тұрған қазанның ішіне шаптырып жіберетінмін. Әкемнің бар қылығымды бәрібір кешіретінін білемін. Сол еркелігіме салдым ба, әлде қырсықтығым ұстады ма, әйтеуір әкемнің шақыруына бармай жалт бұрылып қаша жөнелдім. Оянып кетсем түсім екен. Қайтадан жолға шықтым. Ақсайдың қамыс басқан сайында адам жегіштердің қолынан сытылып шығып, сол жолы бір ажалдан құтылдым. Айдалада жалғыз келе жатқан едім. Жол шетінде ет асып отырған бір еркек пен қатынға жолға кеттім. Мені көре сала екеуі жамырай сөйлеп: «Иди сюда, мальчик, иди» деп мені қастарына шақырды. Асылған қазан, бұрқыраған еттің иісі. Сілекейім шұбырып, ішектерім шырқырап кетті. Қуана-қуана қастарына жақындай бердім. Мен ошақтың қасына отырғызып, өздері қазанның қамымен жүр. Шамалаймын. Еттері мол сияқты. Қазан отта. Ошақтың қасында тағы да бір сыпыра шикі етті әр жеріне қаңсынген орамалмен жаба салған. Қазан қашан оттан түсер екен деп тыпыршып отырғам. Bir кезде жалын желге лап етіп еді. Әлгі орамалдың шеті жалп етіп ашылды. О тоба! Ет деп дәмеленіп отырғаным боршаланған адам еді. Адам болғанда да жас сәбидің сирағын көзім анық шалды. Сұмдық-ай, бұлар нағыз адам жегіштер екен ғой. Орнымнан атып тұрып, алды-артыма қарамай зыта жөнелдім. Әлгілер бір-біріне «Держи его, держи» деп менің артымнан түсті. Зәрем зәр түбіне жетіп, жүрегім аузыма кептеліп қашып келем. Аяғыма жұқпайды. Ентелеп артымнан қалмай, ана екеуі келеді. Жан тәтті болса да, аштықтан әбден қалжырағам. Сілем қатып қуғыншылардың қолына ілігетін болдым. Біреу жағамнан ала бергенде, менің бағыма орай жолдың бұрылысынан бір ат арба шыға келгені. Ағаталап барып әрменіммен солай қарай жүгірдім. Көз қиығыммен байқағаным, еркек артқа жалт бұрылып, қатын күйбеңдеп шөпшектерген болып жылыстап барады екен. Bir ажалдан сол бір ат арба айдаушы алып қалып еді. Бұл зәремнің бірінші шуы. Келесі жолы қандай әңгіме тыңдағыларыңыз келеді? Пікір қалдырыңыздар.